Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай өте әдемі және қатпарлы, өте дәмді болып шығатын қаттаманың рецептін ұсынамын. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бірінші кезекте осылай бір дана жұмыртқа және де 2 пиала су құйып, бір ас қасық тұз саламыз. Кішкене дрожж саламыз. Біреулер дрожж салады, біреулер ас содасын салады. Мен постоянно осы рецептпен жасаймын. Електен өткізілген ұнымызды салып, қамырымызды илеп аламыз. Орташа етіп илеп аламыз. Қатты қылуға да болмайды, жұмсақ қылып жіберуге де болмайды. Орташа етіп қамырымызды илеп, бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Содан соң майымызды ертіп аламыз. Осылай мен тірі желанияның слойка деген майын қолданамын. Өте әдем болып шығады. Егер де таба алсаңыздар, осы майды қолдансаңыздар болады. Содан соң аздап 82,5% майымыздан аздап саламыз. Міне жарты сағаттан соң қамырымызды аламыз. Бұл жерде дрожж қосқандықтан қамырымыз көтеріліп кетуі мүмкін. Сол себепті ашытып көтеріп жіберуге болмайды. Жарты сағаттан соң алып, қамырымызды осылай 2 немесе 3 бөлікке өздеріңізге ыңғайлы етіп бөліп аламыз. Содан соң 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан соң қамырымызды алып жая береміз. Қамырымызды жайып, арасына жаңағы ерткен майымызды жағатын боламыз. Міне осымен қамырымызды жайып болдық. Енді үстіне майымызды жағамыз. Бұл майды тез-тез жағып жібермесеңіздер тоңып қалады. Бұл майдың ерекшелігі осында. Тоңып қалғандықтан қамырыңыз қатпарлы болып шығады. Сол себепті осы майды пайдалансаңыздар, қаттамаларыңыз өте әдем болып шығады.
Содан соң қамырымызды бөліктерге бөліп, жайып, каттамамызды пісіретін боламыз. Бұл жерде мен 2 пиала су құйып иледім. Осыдан 7 каттама шығады. Міне енді барлығын жайып дайындап қоямыз. Міне осымен каттамаларымыз дайын, енді пісіріп аламыз. Табамызды қыздырып, үстіне май құйып, каттамаларымызды осылай 2 бетін аударып отырып пісіріп аламыз. Міне осымен каттамамыз пісіп шықты. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге де қатты ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.